Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Сіздермен бірге жаһандық футбол арнасы. Біз жаңадан ашылған футбол арнасы сіздерге енді футбол жаңалықтарын тарататын боламын. Видео басталмастан бұрын лүпілдеріңізді басып, арнаға жазыла кетіңіз. Ал ендеше бүгінгі видеоның аңдатпасына назар аудара кетіңіздер. Фрэнк Лэмпард жаңа клубты баптайды. Кристиан Эриксон жаңа клубын тапты. Осы және де басқа да жаңалықтарды бүгінгі видеода айтамыз. Ресми қалалықтар өзіне жаңадан тағы да ойыншы қосты. Ол ойыншының есімі Хулиан Альварес. Аргентинаның Ривер Плейт клубынан Манчестер Ситиге ауысып отыр. Келісім шарт мерзімі 5,5 жыл, ауысу құны 17 миллион евро. Хулиан Альварес маусым соңына дейін өз клубында ойнайды. Жазғы трансферлік терезеде қалалықтар сапына ауысады. Кристиан Эриксон Брентфорд ойыншысы атанды. Италиялық Интерден жақында ғана қуылған Кристиан Эриксон еркін агент ретінде Брентфорд сапына қосылғалы отыр. Жарақатынан жақында ғана айыққан Кристиан Эриксонге денсаулық және де жақсы ойын көрсетуіне сәттілік тілейміз. Марка басылымының хабарлауы бойынша Серхио Рамос ПСЖ сапындағы кезекті жарақаттарының бірін алып отырған жайы бар. Ол енді жарақатына байланысты Реал Мадридке қарсы бірінші ойынға қатыса алмайды деп жатыр Марка басылымы. Фабрицио Романоның хабарлауы бойынша Дели Али Эвертон ойыншысы атанады. Дели Эвертон сапына тегін ауысады. Тек Эвертон сапында 20 ойын өткізгеннен кейін 10 миллион евро ақша төленеді. Келісім шарт мерзімі 2,5 жылды құрайды деп хабарлауда Фабрицио Романо. Француздық Лион командасы өздеріне жаңа ойыншы қосып отыр. Ол ойыншының есімі Танги Ндомбеле. Келісім шарт мерзімі сатып алу мүмкіндігімен маусым соңына дейін жалға алады. Сатып алған жағдайда Лион командасы 65 миллион евро төлеуі қажет. Ал ендеше сіздерге осы видеоролик ұнаса, өздеріңіздің лүпілдеріңіз бен комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.